номинация дегенді? Номинация деген театр көз көріп жатырмын ішінде. Бұрын естімегенсіз. Тура Нұрсұлтан мырза сияқты көпті көрген, білген, көп отырған номинациядан хабары бар ержігіттен сұрайық. Ол жақсы ғой? Номинация? Мына 5 маусымды бастағандар білмейді екен, бұл туралы естімепті мүлде. Ойын туралы ғой. Сіз алдыңыз. Маусым жұлдызын ең сол бір-ақ адамға берілетін маусым жұлдызын алдыңыз. Енді бұл жолы қандай номинацияда болам, ілгем деп алам деп ойлайсыз? Бүткілін өзім алып кететін сияқты. Зухра сияқты ма? Бесеуінде бірге. Мен негізі алдыңа ақтөбелермен Зухралармен қатысқан сезонда біраз номинацияға маусым фразасы біраз номинацияда болдым. Биылғыларды білмеймін бе? Жастарға орын беру керек шығар. Мәссаған. Бір номинацияға ілінетін сақпыз. Қандай номинация, не номинация болған білмеймін. Ал сіз Мадинаны қандай номинацияға кіргізетін едіңіз, қосатын едіңіз? Ең әдемі қатысушы номинациясы. Құлағыңызға сыбырласқан айтты ма? Өзіңіздің айтшы осыны. Ал сіз өзіңізді қандай номинацияда шынымен болам деп ойлайсыз? Ол жерде қандай номинация болады Білмейсіз. Көрмегенсіз де. Міндетті түрде үйге барып көріңіздер, ютубтан қосылайық. Ресми парақшасына өтіп көріңіздер, бәрін көресіздер. Ал ержігітке қандай номинация бересіз? Краш көрдіңіз бе? Құлағына сыбырлап жатыр ғой. Мадина үшін маусым крашы ержігіт екен, білмеймін енді ол. Қалай болар екен мына 2004-те 2005-те Зарина, бүгін менде өте қызық